Апай, мынаны қара. Мынау мені арманымдағы велосипед. Қызыл үлкен дөңгелекті. Иә, әдемі екен, иә? Саған жарасады ғой. Дәл туған күнімде мініп шығам. Достарымның бәріне көрсететін болам осы велосипедті алсам. Иә, Алла қаласа. Жинаған ақшам туған күніне. Ой, ақша әлі жетпей тұр. Туған күніне бір-ақ күн қалды. Қалай, не істейді екем, қалай үлгірем? Айша, айналайын, мына шөптерді жұлып берші, ақысын берем. Иә, әрине әжей, бүгін бәрін жасап беремін. Әжей, міне барлық шөптерді жұлып, барлық жерді тазалап қойдым. Жарайсың, қызым. Міне сенің қолақың. Үлкен рахмет саған. Жарайсың. Қызым, мына дүкенді тазалап реттеп берсең, ақша беремін. Иә, болады. Маған дәл қазір ақша керек еді. Жарайды. Рахмет. Мінекей сенің қолақың. Міне бүгін сенің бүгін туған күнің. Не торт жейміз қазір. Иә, апай, бүгін ерекше күн.
Апай, басқа ештеңе жоқ па? Мысалы, кішкентай велосипед сияқты. Жоқ, Арсен. Жоқ, Арсен. Ештеңе етпейді. Маған торт та ұнайды. Ертең міндетті түрде алып берем. Мейлі өзім аш қалсам да. Осы ақшаға бір велосипед түсетін шығар. Ертең дүкенге барамын. Саламатсыз ба аға? Велосипед бар ма әлі? Саламатсың ба қызым? Түк қалмады. Бірақ біреу кеше велосипедті алмай қайтып әкелген. Қазір қойманы қарап көрейінші, бар ма екен? Иә, бар екен. Аласың ба? Иә, маған сатыңызшы. Мен аламын. Рахмет. Бір бала велосипед сұрапты. Мынау оған керек сияқты. Апай, бұл шынымен маған ба? Иә, саған. Бір күн кеш келді, бірақ мен дәл жүрегіне жетсін деп әкелдім. Апай, мен сені қатты жақсы көрем. Бұл менің өмірімдегі ең керемет күн. Бақытты бол, інім. Сенің арманың менің мақсатым.